Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatulлахи ва баракатух. Қадірменді ағайын. Тәжвид сабағымыз сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Бұның алдыңғы сабақта қадірменді ағайын сіздермен біз идғам және изхар екі ережені өткен болатынбыз. Яғни сукунду нун мен тәнуинға байланысты төрт ереженің екеуін өткен болатынбыз. Изхар сукунду нун және тәнуиннен кейін мына алты әріп келсе ашық оқылатындығын айттық, иә, сукунду мен тәнуиннің. Идғамда екіге бөлдік, идғам ғунна және идғам биғайри ғунна деп. Яғни идғамның мына алты әрпінің төртеуін біз қосып оқитын, алты әрпін жалпы қосып оқитындығымызды айттық, сукунду нун және тәнуинмен. Және де мына ра мен ләмді мұрынға апармай қалған я, мим, ол нундарды мұрынға апарып оқитындығымызды айтқан болатынбыз. Енді бүгін сіздермен осы ереженің төрт ереженің қалған екеуіне тоқталамыз. Соның біріншісі мінекей, яғни үшіншісі жалпы, бүгінгі сабақтың біріншісі жалпы бұл ереженің үшіншісі бұл иқлаб деп айтылады. Иқлаб жалпы мағынасы ауыстыру, өзгерту, төңкеру деген мағынаны білдіреді. Осыны жақсылап біліп алыңыздар. Ауыстырамыз, өйткені қазір белгілі әріпті. Енді бұл жерде бұл иқлаб әрпінің әрпі біреу ғана, жалғыз ғана, бұл бә әрпі. Яғни сукунду нун, мінекей сукунду нун немесе тәнуиннен кейін осы бә әрпі келетін болса, сукунду нун мен тәнуиннің нуны ауыстырылып, мим әрпіне ауыстырылып, ғуннамен оқылады. Мінекей нун әрпі мим әрпіне айналып, ғуннамен оқимыз. Міне осыған иқлаб делінеді, яғни осыны ауыстыру делінеді. Яғни біз нун мен тәнуиннің соңғы нунын мимға айналдырып жеріп оқып отырық. Яғни мүлдем басқа мим әрпіне айналып кетеді. Яғни иқлабтың ережесі жалпы осы ғана. Бә әрпі келсе болды, мына сукунду нун мен тәнуиннен кейін ол кәсір астында болған ин болсын, ун болсын, не жоқ, айырмашылық жоқ. Сукунду нун мен тәнуиннен кейін бә әрпі келді ме, болды, оны мимға айналдырып, сукунду нунды және тәнуиннің нунын мимға айналдырып ауыстырып оқимыз. Мысалға, және де мына ғуннамен оқитынымызды ескеріңіздер, яғни ашық оқымаймыз. Мимға айналдырған кезде мұны, м әрпін ашық оқымаймыз, ғуннамен оқимыз. Мысалы, мин баъди деген сөз кеп тұр, екеуі екі бөлек сөзді. Енді мин баъди деп оқимыз. Яғни мин баъди деп ашық оқымаймыз, мин деп кәді. Мин баъди деп ашық оқымаймыз, мимді кішкене ғуннамен мұрынға қартай апарамыз. Мин баъди, мин баъди. Самиун басирун сөзі. Енді қосқан кезде мынаны мимға айналдырамыз ғой, сукунду нунның соңғы жақынысын мимға айналдырамыз. Жалпы нун тәнуинді, сукунду емес тәнуинді мимға айналдырған кезде, мына бәмен қосылған кезде ғуннамен оқимыз. Мына жерде самиун, не көрдіңіз ғой, самиун болып тұр мына жерде. Мына жерде қалай болады? Самиун басир оқыған кезде мінекей структурасы осылай болады. Жалпы жазылып осылай тұра береді. Ол сіз оқыған кезде жазылуы бұлай өзгермейді. Сіз бұны оқыған кезде өзіңіз өзгертесіз. Мынау жалпы жазылу структурасы мінекей осылай келеді Құранда. Самиун басирун деп тұрады. Енді сіз оны оқыған кезде самиун басир, самиун басирун. Ла юн бәзәнна, ла юн бәзәнна. Сукунду нун кеп тұр, одан кейін бә әрпі кеп тұр. Оны оқыған кезде қалай оқисыз? Оқылу үлгісі, жазылу үлгісі мынау не? Ла юн бәзәнна, мимді, нунды мимға айналдырасыз және ғуннамен оқисыз, Ла юн бәзәнна, ла юн бәзәнна деп ашық оқымайсыз. Ла юн бәзәнна. Зәуджин бәхиджин, жазылу үлгісі. Тәнуиннен кейін бә әрпі кеп тұр, оқылған кезде зәуджин бәхиджин, зәуджин бәхиджин, зәуджин бәхиджин, зәуджин бәхиджин. Джин, 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 көрдіңіз ғой? Джин, мұға апарасыз, джин бәхиджин. Бұл жалпы иқлабтың ережесі мінекей осы. Енді оңай деп ойлаймын. Енді ихфаға келеміз. Төртінші ереже. Бұл ихфа жасыру, бүркемелеу деген мағынаны білдіреді. Ихфаның мінекей мына 15 әрпі осы ихфа әрпіне жатады. Біз бағана алдыңғы сабақтар жаңа бәні өттік, алдыңғы сабақтарда тағы да 12 әріпті өткен болатынбыз. Мінекей мына идғамға жататын. Мынау 6 әріп,
одан кейін изхарға жататын ауал әріп. Енді осы әріптердің барлығынан бөлек, яғни 13 әріп кетті. Яғни изхармен, идғаммен, иқлаппен 13 әріпті біз алып тастадық. Бәні оған қосқан кезде 13 әріп. Енді қалған 15 әріп, 28 әріптің ішіндегі мына 15 әріп. Та, са, джим, дәл, зәл, зә, син, шин, сад, дат, та, за, фә, қаф, каф, осы 15 әріп, осы иқфа әріптеріне жатады. Енді тәнуинмен, осы сукунду нуннан кейін егер осы 15 әріптің біреуі келетін болса, біз мына тәнуинді және сукунду нунды жасырып ғуннамен оқимыз. Яғни мінекей, жасыру бүркемелеу дейді, жасырып бүркеп оқимыз. Яғни бұл жерде оқыған кезде қалай оқимыз? Кішкене жеткізбей оқимыз. Мысалы, жаннатин тәжри деп тұр ғой. Енді сіз оқыған кезде бұны қалай оқисыз? Жаннатин тәжри, яғни кішкене ыңға апарасыз. Ғуннамен оқылған кезде өзі автомат түрде ыңға апарады, яғни нұны ашық айтпайсыз. Мысалы, жаннатин тәжри деп айтпайсыз. Оқыған кезде жасырып, жаннатин тәжри, яғни кішкене ыңға қартай апарасыз. Мән тәбә әрпі, мәселен, оқыған кезде мән тәбә, кішкене ыңға қартай апарасыз. Нұнды ашық айтпайсыз. Мин сәмәрихи, оқыған кезде мин сәмәрихи. Айнун джариятун, оқыған кезде айнун джариятун. Уәмән сәбәқа фәнсаб. Уәмән сәбәқа фәнсаб. Фәнсаб, негізі бұлай жеке-жеке ашық оқиды болсақ, фәнсаб болады. Сіз оқыған кезде фәнсаб, өйткені сукунду нуннан кейін иқфа әрпі болған сад кептір. Енді қуатин дафа, тәнуин кептір, тәнуиннен кейін дат әрпі, иқфаға жататын дат әрпі кептір. Сіз қалай оқи соны? Қуатин дафа, лимен шитта, жазылуы лимен шитта, оқыған кезде лимен шитта. Мунзирун, жазылуы мун, сукунду нун, одан кейін зә әрпі кеп тұр мінекей. Мунзирун, ал оқыған кезде мунзирун қылып оқисыз. Нәфсин зәиқату, оқыған кезде нәфсин зәиқату, нәфсин кішкене ыңға апарасыз. Нәфсин зәиқату, яғни ғунна кішкене мұрынға қартай апарған кезде, ыңылдап оқыған кезде нун, сукунду нунды, сукунду нунның нунын және тәнуиннің соңғы дыбысталатын нундар бар, соларды келесі әріппен қосқан кезде жасырып оқыған кезде мұрынға ыңылдап апарасыз, сол кезде автомат түрде ыңға қартай өзі барады. Өздеріңіз сезініп көріңіздер соны. Мысалы, каукабун дурдиюн. Енді сіз оқыған кезде каукабун дурдиюн, каукабун дурдиюн. Мин диярикум, жасырған кезде мин диярикум, мин диярикум. Ғуламан зәкия, мінекей тәнуин кеп тұр, және иқфадан болған зә әрпі кеп тұр. Сіз қалай оқисыз? Ғуламан зәкия, ғуламан зәкия. Яғни нунды толық айтпаймыз, нунды аяқтамаймыз, яғни ғуламан зәкия, жасырамыз. Ғуламан зәкия. Калиматан тайибатан, қосқан кезде калиматан тайибатан. Валакин, сукун нун кеп тұр, зонантум. Оқыған кезде қалай оқимыз? Валакин зонантум, валакин зонантум, валакин зонантум. Мин фиатин, оқыған кезде мин фиатин. Фатхун қарибун, жасырып оқимыз тәнуинді, қалай болады? Фатхун қарибун. Енді мына жерде бір ескерту, қадірмен тыңдарман, қаф әрпі жуан және каф әрпі жіңішке. Енді осы екеуі сукунду нун немесе тәнуиннен кейін келген кезде мына жерде жуан ыңды айтасыздар.
мына жасырған кезде сән сукунды нунды немесе тәнуинді қаф әрпінің алдында жасырған кезде ыңды жуандатасың мысалы. Өйткені қаф әрпі жуан ғой. Фатхун қарибун, және ыңға таза апара берсеңіздер болады. Таза ың деп. Фатхун қарибун. Мин қабли. Мин қабли. Мысалы, мин қабли деген сөзді мин қабли жуан қылып ыңға таза апара берсеңіздер болады. Мына жерде ыңға таза апарасыздар, бірақ жіңішке. Мысалы, китабун кәримун сөзінде китабун кәримун, китабун кәримун. Мин кулли сөзін мысалы мин кулли, мин кулли, мин кулли деп оқи берсеңіздер болады. Мінекей қадірменді ағайын, бұл біз сукунды нун және тәнуинге қатысты 4 ережені аяқтадық, тәмамдадық. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Иқлап және де бүгінгі өткен сабағымыз ихфа. Және де тағы бір қорытындылай кетейін, иқлап әрпіне бә әрпі жатады. Сукунды нун және тәнуиннен кейін осы бә әрпі келсе, ғунналы сукунды нун және тәнуиннің соңғы нунын, дыбысын нунын, жалпы тәнуинді мим әрпіне ғуннамен айналдырып жібереміз. Мин бәғди деп, иә. Ал ихфада мына 15 әріп, сукунды нун және тәнуиннен кейін осы 15 әріп келетін болса, сукунды нун және тәнуинді жасырып оқимыз. Мән тәбә деп, мин сәмәрихи деп. Енді жалпы түсінікті деп ойлаймын. Алла тағала иншалла ілімдеріңізді арттырсын, жеңілдік берсін. Алла тағала жақсылап үйде осыларды қайталаңыздар, ережелерін бір оқып алыңыздар, мысалдарын қайта-қайта оқыңыздар, кем дегенде 10 рет 20 рет оқыңыздар. Оны олай оқу сіздерге міндет. Иншалла келесі сабақта Алла нәсіп етсе сукунды мимге байланысты 3 ережеге тоқталатын боламыз. Мінекей Алла нәсіп етсе бір 3-4 сабағымыз қалды. Одан кейін Құдай қаласа практикалық тұрғыдан Құранға түсеміз. Алла тағала жеңілдік берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.